Асса дебем өлеңім, бір ұйқыны бұзса дебем өлеңім, ақылдыға қайғалдырсам деп едім, ақымақты ойландырсам деп едім. Бұл қазақтың көрнекті ақыны Жұмекен Нәжімеденовтың жыр шумағы. 1935-1983 жылдарда өмір сүрген ол, Қазақстан әнұранының сөзін 1956 жылы, яғни 21 жасында жазған. Ақынның көз тірісінде 10 және қайтыс болғаннан кейін де 10 жинағы жарық көрді. Жауһар жырлары қазақ поэзиясының қазасына айналған Жұмекен Нәжімеденов 20 ғасырдың шебер суреткері. Қазақ әдеби поэзиясына орасан үлес қосқан, кесек еңбек тастап кеткен ерекше тұлға. Тұңғыш өлеңдер жинағы Балауса деген атпен 1961 жылы жарық көрді. Жұмекен жырдың айдыны кең, аспаны асқақ, өз сөзімен айтқанда бұтақтары биікте, тамырлары тереңде. Не жазса да, нені жазса да рухани тегінің қайдан бастау алып жатқанын естен шығармайды. Сөзінің иесі мен киесі кім екенін білдірмей, жырына өмірлік қуат берер құнарлы топырақтың қадірі мен қасиетін ауызға алмай, өткендерге бас иіп тағзым етпей, Жұмекен ақын оны қалам ұстамайтын болған. Мұндайда оның сыйынары да, сүйенері де жеткілікті. Соның бірі Абай аруағы. Абай Жұмекеннің рухани тегі, қиналғанда алдына барып, қасия қағбасы. Бұрынғы соңғы ақындар секілді Жұмекеннің де көп сырдың жауабын Абайдан сұрайды, Абайдан табады. Оның отан деген өлеңінен үзінді оқса, әр сезімнің қанаты отқа шарпылған, әр тамшының түбіне ерек балқынған, салмақ алсам қорғасынан сендегі, жалтыл алсам дебем сендегі алтыннан деп жырлаған.